Қымбатты досым, амандық пен тыныштық болсын өмірінде. Мен бүгін ерекше жарылқаудамын. Ерекше менде мүмкіншілік бар. Құдайдың сөзін, Иса Масихтың сөзін сенімен бөлісуге. Және Матай жазған ізгі хабар 12-ші тарау 36-37 аяттармен бөліскім келеді. Бұл жерде керемет Матай пайғамбар керемет сөз тастаған. 36-шы аятта былай дейді: сендерге шын айтамын, адамдар өздері айтқан әрбір жағымсыз сөздері үшін қиямет сотында жауап береді дейді. Бұл нені білдіреді? Сен мен мен аузымыздан шыққан әрбір дұрыс емес сөздерге қиямет сотында жауап бересіңдер дейді. Сондықтан да қымбатты досым, біз жай адамдар емеспіз, біздер Құдайдың адамдарымыз. Иса Масих таңдап алған. Бүгін айтқым келеді саған, аузынан шыққан әрбір сөз не өмір береді, не адамзатқа өлім береді. Сондықтан да жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ. Киелі кітапты зерттеп оқысақ, Иса Масих ешқашан да жалған сөздер айтқан жоқ. Ешқашан да айыптаушылармен бірге қатар болған жоқ. Ешқашан да жаман істерге, жаман заттарды жариялаған жоқ. Ол біздерге айтады, ауыздарыңыз тірі бұлақ болсын дейді. Не тірі бұлақ дейтін? Жақсы сөз айту, жігерлендіру, бір-бірімізге сүйіспеншілікпен қарау. Білесіздер ме, көп кезде адамдарға, қиналып жүрген адамдарға көп заттың қажеті жоқ. Кейбір кезде адамдар ойлайды, ой, мен оған жақындап кетсем, ол қазір өзінің қиыншылығын айтады, менен ақша сұрайды, маған анау айтады. Жоқ, оған бір ауыз жылы сөзін сенің жеткілікті. Жақында маған бір бауырымыз телефон соқты. Көп ұзақ уақыт әңгімелестік. Өте қатты қиналған. Сосын әңгімеміз біткеннен кейін мен жаңағы бауырымның туыстарымен сөйлесе бастадым, телефон соғып. Сол кезде бәрі айтты, ой, жетіс бақташы, нағыласы оған уақытты бөліп, ол ветшіні әр қашанда қиыншылықта жүреді. Бір таусылмайтын бір қиыншылық оның өмірінде. Ол Құдаймен тығыз қарым қатынаста емес. Маған неше түрлі сөздер айтты. Бірақ та білесіздер ме, артынан жаңағы кісі мен сөйлескен жарты сағаттан кейін дұға етіп отырса, маған сеніп дейді: жетіс бауырым, сен үшін Құдайға рахмет. Сендей жігіттер көп болсыншы, қыздар көп болсыншы Құдайдың. Айтым, не істедім мен сізге деп? Сіз менің қайғым мұнымды тыңдай білдіңіз. Маған жылы сөз айттыңыз. Соның өзі маған жеткілікті. Мен енді түсіндім. Өміріме жақсы сөздер жариялауға деп. Білесің бе, бүгін саған айтқым келеді. Иса Масихтағы бауырым әр қашанда жылы сөйлесе, жылан іннен шығады дейді. Бауырларына жылы сөйле, сүйіспеншілікпен сөйле, өзіне кешіріммен қара, өз тіліне өзін ие бол. Өз тіліне ие бол. Ашуланғанда ақырғы сөзіңді айтпа, өткені бір затты. Мына жер бетінде сен көп заттар айтасың, бірақ қияметте Иса айтады, сен жауап бересің дейді әрбір сөзіне. Және әрі қарай тағы да оқиықшы. 36-37-де былай дейді: сол кезде сендер айтқан сөздеріне сай не ақталатын, не айыпталатын боласыңдар дейді. Ойлап қарашы, қымбатты досым, не біз ақталамыз, не айыпталамыз. Біздің тіліміз бізге үкім шығарады ақыретте. Біздің тіліміз бізге куәгер болады. Сондықтан да, қымбатты досым, саған айтқым келеді, солай өмір сүр мақтанышпен, ертең ұялмайтындай. Аумин, Құдай сені жарылқасын. Тағы да айтқым келеді, жақсылап тыңдашы мені. Дәл солай Иса Масих сияқты өмір сүр, ертең ұялмайтындар. Ертең сенің тілін қияметте сені соттамасын. Әр қашанда адалдықтың жанашыры бол.
әрқашанда адалдықтың жанашыры бол, қымбатты досым. Құдай сені жарылқасын. Жаман адамның да жақсысы бар. Жаман адамнан да жақсылық келеді. Әрқашанда жақсылық жарияла. Пайғамбарлық сөз айт өз өміріне. Мен жақсы адаммын, мен жалған сөйлемеймін, мен Құдайдың адамымын деп. Сол кезде Құдай Иса Масих сені жарылқап баталайды. Аумин.